Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй тілейік. Қуан шаттан алға қай, қайырлы күн, гүлдеп шықты күн бүгін. Сәлеметсіңдер, бәріміз дос болайық, бәріміз тату болайық, енді орнымызға отырайық. Балалар, орнымызға отырмас бұрын қазір біз топқа бөлініп алайық. Балалар, мына өздерің көріп тұрғандай, қазақтың ұлттық қазақ үйлері арқылы қазір топқа бөлінеміз. Әрбір қазақ үйдің артында топ аты жазылған. Қазір кезекпен келеміз. Екінші топ. Жақсы. Екінші топ. Екінші топ. Бірінші топ. Жақсы. Берме. Екінші топ. Жақсы. Келесі. Нұрсұлтан. Екінші топ. Екінші топ. Жақсы. Екінші топ. Өте жақсы. Бірінші топ. Жақсы. Бірінші топ. Бірінші топ. Жақсы. Бірінші топ. Бірінші топ. Жақсы. Бірінші топ. Жақсы. Балалар, мінекей, әркім өзінің қай топта отыратынын анықтап алдық, иә? Енді оқу құралдарымызды алып, әркім өз тобына жайғассын. Жайғасып аламыз. Енді оқу құралдарымызды ашамыз, балалар. Балалар, бүгінгі күнде жазып болса, үй тапсырмасын қайталайық, жарай ма? Мына әдемі қазақ үйлердің артында үй тапсырмасы, яғни сендерге қорытындылау мақсатында тапсырмалар жазылған. Қазір сендер соның жауабын тауып көріңдер. 5-тің квадраты, ондай ала? 20. Жақсы, өте жақсы. Екінші деген топтан 8-9-ның квадраты? Квадрат 81. Жақсы, өте жақсы. Бірінші топтан 87 мен 43-тің айырмасының мәні жалын? 87-тен 43 алсақ 44. Айырманың мәні 44, өте жақсы. Келесі, екінші топтан 8-дің квадраты, Нұралы? 64. Өте жақсы. Бірінші топтан 7-дің квадраты, Нұрсұлтан? 49. Жақсы, өте жақсы. Екінші топтан 48 мен 56-ның қосындысының мәні, Асылзат? 48 мен 56-ның қосындысы 104 болады. Жақсы, өте жақсы. Бірінші топтан 4-дің квадраты, Ернар? 16. Өте жақсы. Екінші топтан 32 мен 53-ның қосындысының мәні, кім айтады екен Зәрки? Мейірім? Қанша болады? 85, өте жақсы. Мінекей балалар, үй тапсырмасын біз қорытындылап алдық, иә? Енді оқулығымызды ашамыз. Балалар, оқулығымызды ашамыз. Оқулықтағы бірінші тапсырманы орындайық. Аяға берілген оқышы. Суреттерді пайдаланып есептерді құрастыр. Жақсы, дұрыс айтасың. Балалар, біз бұл күнге дейін 2-3 амалдан тұратын өрнектер құрастырғанбыз, иә? Соған байланысты қазір тапсырманы орындаймыз. Ендеше, бірінші топтан қазір кезекпен келеміз. Жалын келе ғой. Мына жерде балалар, ойыншықтар тұр. Ойыншықтардың төменгі жағында соласын бағалар тұр. Сол бағаларды шығарып, яғни қосудың мәнін табып, өрнек құрастырамыз. Айын турдан тұрады. Иә, айып қанша теңге тұрады екен? 400-ден тұрады. Иә. Содан кейін тиімді таңдадым. Қанша теңге тұрады. Иә. Ал мен
жазып отырыңдар балалар. Тиын 40 теңге, және торғай 400 теңге. Яғни осы ойыншықтардың бағасы шығарып қой. Жалын қанша теңге төлеген екен үш ойыншыққа? Әркім өз бетімен орындайды. 350 теңгеге 40 теңгеден алсақ 490 теңге. 490 теңгеге 400 теңгеден алсақ 890 теңге шығады. Жақсы. Сонда сен үш ойыншыққа қанша теңге төледің? 890 теңге. 890 теңге. Дұрыс па балалар? Жақсы. Отыра ғой жалын, өте жақсы. Келесі екінші топтан Мейірім шыға ғой. Мейірім қандай ойыншық сатып алады екен? Иә, бағасын айта ғой. Күшік 350 теңге. Иә. Бұдан кейін балды таңда. Иә. Ол 300 теңге. Жақсы. Екі затты, иә? Ал енді соны өрнек түрінде жаза ғой. 300 теңге бал және 350 теңге күшік сатып алған екен. Сендер де жазып отырыңдар балалар. 300 теңге және 350 теңгеге бал. Жиыны қанша теңге төледің? Жазып отырамыз. 350-ді қоссам 650. Жиыны қанша теңге төледің соны сендер? Дұрыс па балалар? Жақсы, отыра ғой. Келесі бірінші топтан Ерасыл шыға ғой. Ерасыл не сатып алғысы келеді екен? Қандай ойыншықтың атасын? Тамақ сатып алды. Ірімшік 250 теңге тұрады екен. Содан мен кірпі сатып. Иә. Кірпі 200 теңге тұрады екен. Және енді бір зат қалып қойды. Иә. Ол 500 теңге. Ал енді осы сандардың қосындысын жаза ғой. 250 теңге ірімшік. 250 теңге. Сендер де жазып отырыңдар балалар. 500 теңгеге тышқан сатып алды. Және 200 теңгеге кірпі сатып алды. Барлығымыз есептеп отырамыз. 250 қосып 500-ге қоссақ, жауабы 750 теңге болады. 750 теңгеге 200-ді қоссақ, 950 теңге болады. Сонда сен 3 сақта қанша теңге төледің? 950 теңге төлеген екен. Жақсы, Ерасыл, өте жақсы. Сендерге де солай шықты ма балалар? Осыны тексеріп отырыңдар. Отыра ғой. Балалар, оқулығымызға назар аударамыз. Оқулықтағы екінші тапсырма бойынша қазір есептер шығарамыз, жарай ма? Асылзат, берілген оқышы. Сурет бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Жақсы. Ендеше екінші тапсырмадағы есептерді біз қазір фото саяхат әдісі арқылы шығарамыз. Сезім карты есеп құрастырып көрші. Рамызды суретке Бір қарап. шырын 125 теңге, 4 шырын Қанша? теңге. Қанша теңге? Яғни бір шырын 125 теңге тұратын болса, 4 шырын қанша тұрады? Біз соның бағасын табуымыз керек. Оны бағам түрінде дәптерлеріне есептейді. Ал Сезім бізге тақтаға есептейді. 125-ті естеміз балар болшы? Көбейтеміз 4-ке көбейтеміз. Өз бетімізбен жұмыс жасаймыз. Иә. 125-ті көбейтеміз 4-ке. Бағам түрінде есептейміз. 8, 9, 10. Bir oyunda 4. 4 жерінде берем 4, ойдағанмен 5. Сонда 500 теңге дейді балалар. 4 шырынымыз 500 теңге тұрады. Дұрыс па? Жақсы. Келесі фотосурет арқылы есеп құрастырайық кейін. Екінші топтан Асылзат құрастыра ғой. Кәмпит 136 теңге, 7 кәмпит қанша теңге тұрады? Жақсы. Бір кәмпит 136
136 теңге тұрған жағдайда 7 кәмпиттің бағасын табуымыз керек. Ендеше қандай амал қолданамыз? 136-ны көбейтеміз 7-ге. Дұрыс айтады. Бағаны түрінде көбейте қой. Есептейміз балалар. Өз бетімізбен есептейміз. Жақсылап жазамыз. Баған түрінде есептейміз, я? Дұрыстығын тексеріңдер. 950 теңге тұрады. 952 теңге тұрады дейді. Дұрыс па балалар? Жақсы, рахмет, асырзақ отыра ғой. Келесі үшінші фотосурет арқылы есеп құрастырамыз. Айнала. Орын бер айнала. Бір шоколад 248 теңге тұрады. 3 шоколад неше теңге тұрады? Жақсы, 3 шоколад. Ендеше бұл жерде қандай амал қолданамыз тағы? Көбейту. Жақсы. 248-ді 3 санына көбейтеміз. Орындаймыз. Баған түрінде есептейміз. Cevabı 744 tenge. 744 tenge дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Жақсы, рахмет аялап отыра қой. Балалар, бағанағыдан есептер шығардық, иә? Енді жақсылап бір көңілденіп, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрамыз кәмпи. Қазақтың ойындар арқылы өрнектер қимылдар жасаймыз. Яғни үшінші тапсырма. Берілгені не расын оқи қой. Сен 700 теңгеге не сатып аласың? Жақсы. Әр қайсыларында 700 теңге ақша бар деп есептейіндер, жарай ма? Қазір мына экранда, яғни тақтада әртүрлі заттармен тағамдар тұр. Соны 700 теңгеге қай-қайсы сатып алар едіңдер? Мысалы, жалын кәмпи. Келе қойшы, сен қайсы сатып алар едің? Я, жалынды көрейік, мен оны атады екен. 55 теңге печенье. Жақсы. Қытырлап 75 теңге дұрыс. Және шоколад 125. Шоколад 125 теңге. Енді осыларды жаза қой кәмпи. Сонда сенде қанша теңге ақша артып қалды? Соны білейік. 700-ге түгел есептеп отырамыз балы. Азайту. Не сатып алдың? 55 теңгеге теңге. 55 теңгеге. Я, шоколад сатып алдым. Одан 75 теңгеге қытырлақ сатып алды. Және 125 теңгеге не сатып алды? Енді 25-ке 75-ті қоссақ 130 шығады. 130-ға 125-ті қоссақ 225 шығады. 300-ден 225-ті алсақ 445 теңге шығады. Жақсы. Енді 445 теңге ақша қалды, я? Жақсы. 445 дұрыс па балалар? Иә. Келесі. Екінші топтан. Сегіз келе ғой. Сегіз не сатып алады екен? 240 теңгеге кек сатып алам. Жақсы. Ұнатқаныңды. 120 теңгеге балмұздақ сатып алам. Болды, я? Әлі тар сатып алып деп тұрма. Ал осын жазады өрнек түрінде. Сонда сенде қанша теңге артып қалады екен?
теңгеге балмұздақ сатып алдым. Және 240 теңгеге шоколад сатып алдым, иә? 120-ға 240-ты қоссам 360. 360-тан 700-ден 360-ты алсам 200 қалды. Екеуінің қосындысы қанша болды? 360. 700-ден 360 азайтамыз. 300. Қанша қалады? 340 теңге, дұрыс па балалар? Бірге шығарып отырыңдар. Жақсы, рахмет, сені айтып отыра ғой. Келесі Нұрал шыға ғой. Нұралға 2 зат қалды, Нұралды не сатып аласың? Мен 140 теңгеге бақылы сатып аласың. Сосын 420 теңгеге ойыншық сатып аласың. Өте жақсы. Енді осыны жаза ғой. 700 теңгең бар сенің, осы екеуін сатып алғаннан кейін сенде қанша теңге қалды? 700 азайту. Және 140, осы 140. Есепке ғой. Қанша шығады? 420-ға 140-ты қосса 560 теңге шығады. 700-ден 560 теңгені алса 140 теңге шығады. Сонда сенде 140 теңге қалды, Тамаша. Бала, сендерде де солай шықты ма? Жақсы, Нұралы, рахмет, отыра ғой. Балалар, бүгін математика сабағымыз аяқталды осымен. Қазір бүгінгі сабақта қалай меңгердіңдер, не білдіңдер, не түсіндіңдер, яғни болашақта қандай сұрақтар сендерді мазалап жүр. Сол жөнінде қазір кері байланыс жасап кетсек, балалар. Келе қойыңдар тақтаға, әркім өзінің ойын білдіріп, мына белгілерді бассын. Келе қойыңдар, кезектесіп келе беріңдер. Сендердің осы кері байланыстар арқылы бүгінгі сабақты меңгергендеріңді, яғни мазалап жүрген сұрақтарыңды білетін боламын. Жақсы, келе ғой, келе. Бірінші топты класын, Саған түсінікті болды ма бәрі? Жақсы. Өте жақсы. Келесі келелерді. Сабақ көбіне ұнаған екен балалар, Жақсы. Гүлдер көбейіп жатыр екені. Келесі, екінші топтан шыға беріңдер, балалар. Ернарға да ұнатты сабақ. Серізатқа бүгін сабақ қалай ұнаған екен. Шыға беріңіз, балалар, кәлпен ұндап келе береміз, Жақсы. Мәнеке, асылдан қандай жақсы ана. Қазір. Кім шыға шыға келе беріңдер. Әлемнің сұрағы бар екен, дұрыс балалар, сұрағым болса. Жақсы, рахмет. Барлығымыз белгіледік пе, балалар? Өте жақсы. Енді балалар, кімнің қаншалықты түсінгенін, мен мінекей сендердің жаңағы белгі қойған гүлдерін, әдемі гүлдерін арқылы білетін боламын. Қысқасы, барлығына бүгінгі сабақ ұнатты, барлығына түсінікті болған сияқты. Рахмет, сабаққа жақсы қатыстыңдар барлығын. Енді күнделігімізді ашамыз, үй тапсырмасын жазамыз.